Сәлеметсіздер ме, құрметті қазылар алқасы, ұстаздар және достар. Мен Ерланұлы Алисултан, Госпелстанция жалпы орта білім беретін мектебінің 8 сынып оқушысы. Бүгін сіздердің алдарыңызда жақсылық керуені номинациясы бойынша дайындаған әлеуметтік жобамды қорғауға келдім. Жобамның атауы «Мейірім шуағы жүректен жүрекке». Жобаның мақсаты ауылымыздағы қарт адамдарға қолдау көрсету, әлеуметтік осал топтағы жандарға мейірім сыйлау және жасөспірімдердің бойында адамгершілік, қамқорлық, жауапкершілік қасиеттерін қалыптастыру. Қазіргі таңда қоғамда жалғызбасты қарттардың мәселесі өзекті болып отыр. Кейбір қарияларымыздың есік алдындағы қарын тазалайтын, үй шаруасына көмектесетін ешкім жоқ. Осындай жағдайларды көре отырып, мен бұл жобаны қолға алуды жөн көрдім. Себебі үлкенге құрмет біздің ұлттық құндылығымыз. Жобаның өзектілігі қарт адамдарға тек материалдық емес, рухани қолдау көрсету қажеттілігінде. Олар үшін ең маңызды көңіл бөлу, жылы сөз, қамқорлық. Жобаны жүзеге асыру барысында мен және менің достарым бірнеше бағытта жұмыс жасадық. 1. Ауылымыздағы қариялардың үйлеріне барып, есік алдындағы қарды тазаладық. 2. Үй шаруасына көмектестік. Қарттар үйіне барып, мейірім акциясы аясында тәттілер апарып, шағын концерт ұйымдастырдық. Қарттармен әңгімелесіп, олардың өмірлік тәжірибесін тәлім алдық. Бұл жұмыстарды жүзеге асыру үшін бізге ең алдымен ерікті жастар тобы, қажетті құрал-жабдықтар, күрек, қолғап, сондай-ақ ақпараттық қолдау қажет болды. Жобаны ұйымдастыру барысында әлеуметтік желілерде пайдаланып, басқа да жастарды тарттық. Мен Госпелстанция жалпы орта білім беретін мектебінің оқушысы Ерланұлы Алисултан сіздерді «Мейірім шуағы жүректен жүрекке» атты әлеуметтік жобаға қатысуға шақырамын. Біздің мақсатымыз ауылымыздағы қарт кісілерге қолдау көрсету, олардың есік алдындағы қарын тазалап, үй шаруасына көмектесу және мейірім мен қамқорлық сыйлау. Бұл үлкенге құрмет көрсетудің және адамгершілік қасиеттерді дамытудың нақты үлгісі. Егер сіздің жүрегіңізде жанашырлық болса, өзгеге көмектесуге дайын болсаңыз, біз сіздерді өз қатарымыздан көргіміз келеді. Өзіңізбен бірге тек жақсы көңіл күймен көмектесуге деген ниетіңізді алып келсеңіз жеткілікті. Қалған қажетті құрал жабдықтармен бірге қамтамасыз етеміз. Бірлік пен мейірім арқылы ауылымызды көркейтейік. Қосылайық. Бірге жақсылық жасайық. Осындай бейнероликтерді тараттым. Жобаның жаңашылдығы тек көмек көрсету ғана емес, ұрпақтар арасындағы байланысты нығайту. Яғни біз қарттарға көмектесе отырып, өзімізді тәрбиеленеміз. Зерттеу барысында біз ауылымызда жалғыз тұратын бірнеше қария бар екенін анықтадық. Олармен сұхбат жүргізіп, қандай көмек қажет екенін білдік. Нәтижесінде нақты қажеттіліктерге бағытталған көмек көрсеттік. Жалғыз тұратын қариялар үш үй. Оларға қажет көмек қыс мезгілінде есік алдының қарын ашу, көктем мезгілінде суға жыралар жасау. Бұл суретте көріп тұрғаныңыздай, біз қариялардың сыртқы аулаларындағы қардарды аштық. Жобаның нәтижелігі қарттардың алғысы мен ризашылығына көрінді. Олар өздерін жалғыз сезінбейтінін айтты. Сонымен қатар жобаға қатысқан оқушылардың бойында мейірімділік, жанашырлық қасиеттері артты. Жұмыстың практикалық маңыздылығы бұл жобаны кез келген ауылда немесе мектепте жүзеге асыруға болады. Ол көп қаржыны қажет етпейді, ең бастысы ниет пен ынта. Жобаның ғылыми құндылығы әлеуметтік мәселелерді зерттеу, талдау және шешу жолдарын ұсынуда көрінеді. Ал практикалық құндылығы нақты көмек көрсету арқылы қоғамға пайда әкелу. Мейірім шуағы жүректен жүрекке жобасы бұл жай ғана көмек емес, бұл нағыз адамгершілік мектебі. Бұл жоба арқылы біз тек қарттарға қол ұшын созып қана қоймай, өз жүрегімізде де мейірімді толтырдық. Үлкенге құрмет, кішіге қамқорлық көрсету әрбір азаматтың борышы. Бүгін жасаған кішкентай жақсылығымыз ертең үлкен өзгеріске бастау болар сөзсіз. Себебі мейірім жұқпалы, ол бір жүректен екінші жүрекке тарайды. Ендеше жақсылық жасаудан шаршамайық, бір-бірімізге қолдау көрсетейік. Себебі мейірім бар жерде жылу бар, ал жылу бар жерде бақытты қоғам бар. Назарларыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.